Қазір мен сіздерге қойма басшысының тапсырысты, яғни товарды қалай қабылдап алады. Біздің мысалы қоймаға товарлар келеді, яғни құрт, ірімшік, май деген сияқты. Ол товарлардың барлығын қойма басшысы біріншіден таразына өлшеп, барлығын өзінің қағазында жазып алатын болады. Одан кейін қағазға жазып алғаннан кейін директор мырзаға тексертіп, жағдай бір-бірлерімен салыстырмалы түрде тексеретін болады. Тексергеннен кейін барлығы дұрыс болып шығатын болса, оны осы 1С базасына товарларды енгізеді. Яғни сіздерге қазір товарларды енгізуді көрсететін болам. Ол үшін закупкиге кіресіздер де заказы поставщикам. Қараңыздар, заказ поставщикам кірсеңіздер, яғни бұл да дәл сол заявка сияқты. Бұны создать етесіздер. Мысалға бізге келетін жалпы 5 түрлі пасачиктер бар. Мысалы қарасаңыздар, май келеді бізге, ірімшік келеді, құрт келеді, Самарқанд Али деген құрт, ірімшік, мысалы Өмірбек. Одан кейін Дәулет деген мырза, ол жалпы бізге попкорн алып келеді. Содан кейін Мира деген бізде қырғызстандық қосымша неміз бар, серіктесіміз, ол бізге пулькалы құрттарын алып келеді. Енді қараңыздар, енді қандай товар келсе де сіздер бірінші создать етесіздер. Мысалы ретінде жалпы давайте біз құрт келді деп есепке алайық. Мысалға Самарқанд Али құрт деген бізге құрт жіберетін кісі. Құрттың келген датасын қоясыздар, мысалы бір күні келетін болса. Және де мына жерде подобрать етесіздер да, құрт келген кезде бірден жаңағыда 10 тонна немесе 15 тонна, 20 тонна болып келеді. Сіздің дәптеріңізде әр качествонікі бөлек-бөлек жазылып тұрады. Мысалға сықпа үлкен бізге 400 килограмм келді. Одан кейін домалақ кішкентай 200 килограмм келді деген сияқты. Сіздер осы жерге келген құрттарды өздеріңіздің дәптерлеріңізге жазып алған, тексерілген, дұрыс тексерілген, қабылданған товарды осында біртіндеп енгізіп шығатын боласыздар. Енгізіп шыққаннан кейін записать етесіздер. Провести закрыть. Провести закрыть жасағаннан кейін бұл товарды жалпы біз заказ бердік мақсаты. Ал енді бұл товарды біз приход жасаймыз. Яғни приходная накладная жасаймыз. Приходная накладная жасасақ, міне мына жердегі біздегі товарлар сықпа үлкен 400 килограмм, домалақ кішкентай 200 килограмм біздің номенклатураға осы килограммдар қосылатын болады. Қараңыздар, мысалға жаңағы заказға приход созданиеда тұр әлі, мен приход жасаған жоқпын. Мысалы ретінде тексеріп көрсететін болсам, номенклатураға кіріп сіздерге жалпы сықпа үлкен, сықпа үлкен бізде 422-де 300, домалақ кішкентай 12 килограмм, дұрыс па? Осы екеуін қарап алыңыздар. Мысалы приходной накладной ғой, мысалы осыны провести закрыть дейтін болсам, сықпа үлкенге тағы 400 және домалақ кішкентайға 200 килограмм қосылатын болады. Мына жаңағыдай қосылды. Енді сықпа үлкен 422, мынау 12-де 100 болып тұр. Енді обновить ету үшін жалпы басқа группаға кіріп, қайттан сол группаға кіретін болсақ, мысалы қарасаңыздар, домалақ кішкентай 212 болып кетті. Сықпа үлкені 822-де 300 болып кетті. Жалпы тапсырысты осы біздегі барлық номенклатурадағы өнімдеріміздің барлығын осылай заказ поставщикам және де приходная накладная деп сіздер отырғызатын боласыздар. Сіздер тек қана приход отырғызасыздар, болды. Яғни бұл жердегі ең басты мәселе қай кісіден қанша килограмм қатесіз жазылу керек және де қай күні келді, соны нақтылап отырғызсаңыздар жеткілікті.